Банктен кредит алған кезде неге мән берген жөн? Көбінесе менің ойымша толық бастан аяқ толығымен оқып шығу жөн. Неге десеңіздер, қол қоймас бұрын сіз толық танысуыңыз керек. Неге қолыңызды қойып жатырсыз, не үшін болашақта төлейсіз, соның барлығымен танысуыңыз керек. Яғни ең біріншіден сыйақы сомасына назар аударуыңыз керек. Және де аталған комиссияның бар екені анықталған жағдайда Бастапқыда жаңаға алып тастаңыз деп айта аласыз банкке, иә? Бастапқыда алып тастаңыз деп айта аласыз. Банктың өкілдері бұған енді ешқандай қарсылық білдірмеуі тиіс. Келісім шартты оқыған кезде кейбір пункттер, жалпы кейбір сөйлемдер Түсініксіз болған жағдайда банктың өкілдерінен сұрасаңыздар болады, және де олар сізге толық түсіндіріп өтуге міндетті. Сыйақы сомасының 19% емес, керісінше жаңағы 50% немесе 60% екенін қалай білуге болады қарапайым адамға? Жалпы жылдық сыйақы сомасы деген болады, оны ұлттық банк қадағалайды. Және де сыйақы сомасына қатысты сұрақтарыңыз болса, оны ұлттық банктың сайтынан толық оқып шығып танысаңыздар болады. Аталған сыйақы сомасына қатысты сұрақтармен. Мысалы, көп адамдар айтып жатыр да, көп адамдар, мен кредит алған кезінде Каспий банктен комиссиясы 19% деп көрсетілген дейді, договорда да, кестеде де, графикте де. Бірақ та төлей келе оның 80%-дан астам екенін байқадым дейді. Ол қалай болады? 80%-дан асу ол әрине де мүмкін емес. Неге десеңіздер, тиісті бір сыйақы сомасы бар, және де сол сыйақы сомасына қатысты ғана адам төлейді кредитті. Демек, жаңа келісім шартта қалай көрсетілген сыйақы сомадан? Келісім шартта 88% деп көрсетілу мүмкін емес. Нет, келісім шартта жаңағы 19% деп көрсетілген. Бірақ ол кісілер төлей келе оның 80% екеніне мән береді, жаңа өздері есептей келе. Мүмкін ол кісілер уақытымен төлемегендіктен, олардың сыйақы сомасы 2 есе өсіп кеткен шығар, бірақ 88%-ға жету мүмкін емес. Каспий банктен жаңағы шағын несие кредит алған, шотының бәрін жауып тастаған, төлемегендіктен. Енді ол кісі қалай төлеу керек? Егерде ол кісінің шотының бәрі жабық тұрса? Шотты толық жауып тастауға банктың ешқандай да құқығы жоқ. Неге десеңіздер, ол заң бойынша соттың шешімімен ғана шешіледі. Яғни жабылса да заң бойынша 50%-ға дейін ғана жабылуы мүмкін. Бірақ толық есеп шотты жауып тастау деген енді ол заңға қайшы нәрсе. Ал егерде барлығын жауып тастады, енді не істей алады клиент? Банкке барып арыздану керек па? Біріншіден банкке барып арыздануы тиіс. Егерде банктың банк жағынан ешқандай да бір әрекет болмаған жағдайда, онда сотқа жүгінуге әбден құқығымыз бар. 7 жыл бұрын кредит алып, Каспий банктен, одан кейін жаңағы мүлдем жаба алмай қалыпты. Бұлар жаба алмай, сол 7 жыл бұрын қалған екен. 5 жыл өткеннен кейін бұл кісі мемлекеттен пәтер алады. Үйіңді тартып аламыз деп қорқытып жатыр екен. Сенің жаңағы заңды мүліктің сол үйіңді тартып аламыз, осы кредитті төлемесең деп. Енді банктың аталған мүлікті өз еркімен тартып алуға еш құқығы жоқ. Бұдан бөлек, егерде аталған мүлік тиісті түрде заңды құжатта, яғни келісім шартта, банкпен бірге отырған келісім шартта көрсетілген жағдайда, оны тек қана соттың шешімімен ғана аталған мүлікті өндіріп ала алады банк. Сонда қараңыз, егерде залоговый кредит болса, онда да жаңағы банк тартып алуға құқығы жоқ қой. Бірден тартып алуға. Сот арқылы ғана тартып алуға. Жоқ, тек қана соттың шешімімен ғана. Бұл кісінің жағдайында ол жаңа залоговый да кредит емес. Жалпы банктың қорқытуға ешқандай құқығы жоқ бұл кісіні. Неге десеңіздер, бұл тек қана соттың шешімімен қарастырылатын нәрсе. Ал бұл кісі жаңағы банкке арыздана ала ма? Мені осылай қорқытып жатыр, қолқаны көрсетіп жатыр деп. Әрине, заң бойынша бұл кісінің банкке арыздануға толық құқығы бар. Бұл кісіде шынымен де жаңағы 4 баласы бар, тек көп балалы ана, мүлдем жұмыс істемейді, жалғыз басты.
Енді істей бұған алады? қатысты айтатын болсам, бұл кісіге банктың бөлімшелеріне барып, енді банктың қызметкерлерімен анықтаған жөн. Неге десеңіздер, ол тікелей банктың өкілдеріне қатысты сұрақ. А заң бойынша қалай сонда шешуге болады бұл мәселені? Нақты қалай жазылған, сол келісімшартқа сәйкес төлеуі тиіс. Яғни бұл жерде тікелей өзінің жеке сұрақтарына қатысты банк енді қарастыра алмайды. Демек ол жаңа көп балалы ана Заң бойынша егер де қарайтын болсақ, нақты келісімшартта қалай көрсетілген, солай төлеуі тиіс. Кредитті сақтандыру ол заңды ма? Тікелей өзіне байланысты, яғни өз еркі сақтандыра аламын банктер ба? өз еркі емес, банктер міндеттеп жаңағы сақтандырады адамды. Банктердің сақтандыруға міндеттеуі ол заңға қайшы болып саналады. Неге десеңіздер, азаматтар өздері өз еркімен сақтандыра алады. Сақтандыруды да егер ертерек төлеп тастаса, кредитті қайтарып ала алады ол ақшаны да? Әрине заң бойынша егер де сақтандыру мәселесі туындамаған жағдайда, ол сумманы қайтарып алуға толық мүмкіндігі бар. Кредит алған кісі, мысалы 5 миллион теңге кредит алды дейік. Одан кейін 1 жыл төлеп келді, 1 жылдан кейін жаңағы кісі қайтыс болып кетті. Оның кредитін енді кім төлейді? Мұрагерлікпен олардың балаларына немесе жұбайына ерлі-зайыпты болса, соған беріледі. А егер де ешкім жоқ болса ше, жаңағы әке шешесі ғана бар. Бұл әлі үйленбеген кісі болса. Енді әке шешесі кез келген туысқанына ауысуы мүмкін мұрагерлікпен. Демек қайтыс болса да бұл кредит жабылмайды. Аталған кредит жабылмайды, неге десеңіз, ол ары қарай да төлене береді. Жаңағы жабылып жатыр, мысалы бізде қазір көптеген банктер. Сол банктен мысалы бұл кісі кредит алды, бірақ 1 жылдан кейін жаңағы банк жабылып қалды, лицензиясынан айырылды. Бұл кісі енді кімге төлейді кредитті? Бұл жағдайда мысал ретінде айтсақ болады. Бұрын қазіргі Халық банк, бұрын Казкоммерцбанк пен Халық банк қосылды. Бұрынғы Казкоммерцбанктен алынған кредиттер қазіргі таңда Халық банкке төленеді. Демек, кредит ары қарай төлене береді деген сөз. Да, жаңа сол пайызбен ештеңе ауыспайды. Егер де екі тараптың келісімімен жаңа келісімшартқа отыратын болса, жаңа келісімшарт болғанда қосымша келісімшартқа отыратын болса, ондай жағдайда ары қарай қарастыру да мүмкін. Жаңағы сыйақы сомасы, бірақ ол тек қана екі тараптардың келісімімен ғана. Адамдарға жаңа келіп қайтадан қосымша келісімшарт жасауға міндетті емес, Жоқ, міндетті емес. Жалпы қандай график бойынша төленді, сол сумма төлене береді. Кредитті алып, төлей алмай жүр ол кісі. Ол бірақ шетелге шыға ала ма? Егер де банктың өкілдері заң бойынша сотқа шағымданып, соттың шешімі шығып, және де сол соттың шешімін орындамаған жағдайда, онда әрине де банктың құқығы бар. Коллекторлар жаңа қоқан-лоққы көрсетеді, жаңағы айғайлап ұрса, үйіне барамыз, бүйтеміз, жаңағы үйінді тартып аламыз дегенде коллекторлар айтқан. Жалпы олардың бұндай әрекеті заңды ма? Енді коллекторлардың қызметіне қатысты заң бойынша бұндай әрекеттер әрине де заңсыз болып саналады. Неге десеңіздер, бұл енді заңға қайшы нәрселер. Неге десеңіздер, коллекторлар бұндай әрекетке баруға олардың еш құқығы жоқ. Яғни эмоционалды тұрғыда олар ешқандай да негізде азаматтарға қоқан-лоққы көрсетуге ешқандай олардың заң бойынша құқығы жоқ. Клиент енді коллекторге арыз түсіре ала ма, сонда неге болмаған бүйтіп қоқан-лоққы көрсетті деп? Әрине де заң бойынша азамат коллекторларға қатысты, олардың қызметтеріне қатысты заң бойынша сотқа арыздана алады. Кредит жаңағы банктен коллекторға қай уақытта өтеді? Банктен коллекторға дейсіз ба? Егер де 3 ай мерзімінен асатын болса, яғни 3 айдың мерзімінде клиент төлемейтін болса, мүмкін 3 айдан бастап коллекторларға да өтуі мүмкін.